Армысыз қазақ ұлты, баршаңызға Алланың сәлем болсын. Ұлықтаушы Алла қазақтың мәртебесін үстем етсін. Бүгін мен мына суретке бола соңғы өзіме берген аманаттар ғой. Орақ деген батыр. Бірақ бұл суретке тоқтамас бұрын мен тарих деректерге көз жүгірте кетейін. Орақ батыр Керей мен Жәнібектің хан болуына тікелей әсер еткен кісі, және қазақты қазақ қылған жекпе-жек батыры бұл Орақ батыр. Бұл кісінің мен жатқан ауылда туып өскен, зираты менің ауылымда, менің әкемнің жанында. Жиі түсіме кіріп тұрады. Бірақ бұл мәселе бұда емес. Мен мәселе біздің Қазақстандағы бітпейтін дау мен жаулардың арасы қалаяқтан пайда болған туралы айтқым келеді. Қазақтарда анау анадан шыққан, мынау мынадан шыққан бітпейтін дау бар, Шыңғысхан деген. Ол анау болған, біреусі мынау болған дейді. Оған да көнейік. Кім болса ол болсын. Содан кейін қандай да бір жазушы болса да, не оны 40 метрден арғы жердің астына тығып жібереді, болмаса 40 метр судың астына тығып жібереді. Тарихи бетке шығарамайды. Неге? Өйткені біздің Қазақстанда тарихшылар, археологтар, қараңыздар, тарихшылар, археологтар және кітап жазып жатқан біздің кітапшылар. Біреу шежіре жазып жүргендердің біреусі бірікпейді. Негізі тарихты анықтау үшін археолог, тарихшы және лаборатория бірге жұмыс жасау керек. ДНК. Өйткені қазір 21 ғасыр технологияның дамыған заман дегенде біз әлі иттің ырылында жүрік. Анау миллиондаған ақша осы бір Шыңғысханды найман қылып шығарып бәленбай миллион ақша жұмсады. Жалайыр қылып жасап бәленбай миллион қылып жасады. Оны моңғол жасаймыз деп бәлен миллион ақша шығарып отыр. Сол шығарған ақшаларға қарап мен жаным ашиды. Сол ақшаның бәрін жинап, бірігіп, Қазақстаннан әлемдік деңгейдегі лаборатория соқса, онда ешқандай да анау екен, мынау екен дегенге жоқ. ДНК-сін шығар, және артта қалған ұрпақтарын шығар. Болды. Шыңғысханды моңғол деп атады. Моңғолда оның ұрпағы бар ма? Ода Моңғолияда Құбылайдың да ұрпағы қалған жоқ. Өйткені оның бәрі Қытайда. Моңғолдың ішінен шығармайды. Найманның ішінен шығарамын десе, ДНК-ларын өткізсін да Шыңғысханның ұрпағы бар ғой. Төрелер жетіп жатыр ғой. Неге ДНК-сін шығармайды? Неге кіші жүзден адайдан шығарып отыр? Неге ДНК-сін шығармайды? Міне деп айтпайды. Өйткені біз осы бітпес дауды өзіміз ұйымдастырып тұрып, әрқайсымыз көрпемізді өзімізге тартып, жазамыз кітапты, қазақты біріктірмейміз. Содан кейін менің атам батыр, сенің атаң қатын дейді. Мен руға бөлінген жоқпын, бірақ еркектігімді көрсетейін деп тұрмын. Мен сіздерге қазақ хандығын құрған Орақ батыр Ілияс Есенберлин жазған. Мен бұны Потаниннен алдым. Жалғыз көзді дәу деп, жеке орақтыны басқа орақтармен шатастырмау үшін жалғыз көзді дәу деп жазған. Және ол кісінің өмір тарихын түгел жазып, бұл кісіні бүткіл батырлар бір тұтқан. Қарасай қази қаз туған ер орақтың ұрпағы еді десе, Қарасайдың өлеңі бар, мен орақтың ұрпағы деген. Немесе қияқ пен тұяқтың ұрпақтары Науан Хазіреті. Бүгінде Көкшетаудың қақ төрінде Науан Хазіреті мешіті бар. Және Науан Хазіреттің жатқан зираты бар Қопа өзенінің жанында. Солар пір тұтып кеткен, шіркін біз орақтай болсақ деп. Неге? Орақ батыр Найман төрінде, Арғын төрінде, анау жатқан Қызылорда даласындағы байларды қанап, кедейлерге сойып беріп, және махаббаттың пірі болған кісі, және жекпе-жектің дүлдүлі болған, ешкім жауырын тигізбеген, қандай да болса, мен орақпын деп, бұл кісіні пір тұтып, бұл кісіні аруағын шақырған. Бүгінде ұрпақтары, сол кісілердің ұрпақтары бір тұтқан батырлардың бұл кісіні тарих бетінен алып тастады. Себеп біреу ақ, өз атасын батыр, бұны қатын қылу, руға бөлін. Сондықтан мен 3 күн өзімнің нақты айтар аманатым бар соңғы қазақтарға. Соның бірінші аманаты Орақ батыр. Орақ батырды түсірген қазақ хандығын құрып киносын жасаған азамат, Құдайдың қарғысын алған адам, бәленбай миллионды жұтып, ұрпағына қан беріп жатқанда
неге ақиқат жазбаған? Және қазақ хандығының қай жерде құрылса, осы Орақ батырдың басында Керей мен Жәнібек те көтерілген. Орақ батырдың арқасында. Және ол кісінің жатқан жерінде хан тауы тігілген. Және соңғы ханда бір-бірімізді мойындамай кеткен кезде Кенесары хан да соңғы Орақ батырдың басынан өткен. Сенбесеңіздер, тарихты ашып көрсеңіздер, Іле Қамау Балқаштың бойында Ақжар деген жерде Орақты батырдың басынан бір жыл түнеп шыққан. Дулаттан шыққан анда Сыпатай батыр да бұл кісінің басынан бір түнеп шыққан. Бұл ақиқат, және бұл кісі Райымбек батырдың нағашы атасы. Міне тарих, қазақ хандығы қалай құрылды. Бар болыңыздар ағайын.